енді сақал қойса жақсы. Енді пайғамбардың айтқан шынымен де хадистер бар. Оны жоққа шығарамаймыз да. Ол жақсы нәрсе. Ер кісі мен әйел кісінің айырмашылығы екенде ол жасырын дүние емес. Сақал қойсаң еркектің шынымен де ол көркі, мақал деген сөздің көркі деген сияқты. Бірақ менің осындай сақалым, менің қалай десем, осы ғана дұрыс, осылайынан жасау керек, осы ғана дұрыс дін деп айту, ол енді ары қарай менмендікке кетеді да. Біреу мысалы орамал тақпаса, неге орамал тақпайсың деп айыптаудың өзі қазір дұрыс емес та. Неге сақалың жоқ деп айыптаудың өзі дұрыс емес. Сен балағың ұзын ба, қысқа ма, мәселе ода емес қой. Ол хадис былай келеді да негізінде. Қазір бай адамды қалай танимыз біз? Бай адамды әл-ауқатын арып. Біз бір қараған уақытта көлігінен тануға болады, үйінен тануға болады, киімінен танимыз ба? Танымаймыз. Бірақ кейбір анау эксперттер бар ғой, кейбір кісілердің несін қарап жатады, брендін қарап, о, $100,000 екен деп жатады ғой. Солайынан ажырату мүмкін болатын шығар, бірақ бәрібір ажырату қиын. Ал пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям заманында баймын деген адам балағын сүйретіп жүретін болған. Оны былай түсіндірсем болады да. Менде матаның көптігінен деген сияқты ма? Жоқ, матаның көптігінен емес. Мынау бір европалық ертегілер бар ғой, кинолар, мультфильмдер болсын, король, королева, патша, патшайымдар бүйтіп, анау шапанын сүйретіп жүреді ғой. Солар ғана сүйретеді, байқайсыз ба? Қарапайым халық емес. Ол оның патшалығын, оның ағзамдығын білдіріп жатыр ғой. Арабтарда шалбарының балағы сүйретілген сайын бай екенін білдірген. Енді қазір мен балағымды сүйретіп жүрсем, ақымақ деп айтады, көшедегі бүкіл шаңды аяғына жабыстырапты деп айтады. Ол қазіргі заманда байлықтың белгісі емес та. Қазір Геленваген байлықтың белгісі шығар. Қалай десем, Toyota Land Cruiser'дің 300 мүмкін белгісі шығар. Қалай десем мен, Malibu мініп алсаң, болмаса Cobalt мініп алсаң, болмаса Monza мініп алсаң да ол бір бай екен деп ішіп айтайын деп тұрған жоқ. Көлігіңе қарап, ана бір ЖК-да люксте Lux Pro, Pro Max деген сияқты. Телефонға да қарайды, мысалы, дұрыс па? 17 алып апты ғой деген сияқты. Солайынан іске асады ғой. Солайынан қарайды ғой. Ол заманда балаққа қарайтын болған. Сол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менмендік қылма, паңдық қылма, балағыңды кес деген. Ол рас. Балақтарын мынау тобықтан жоғары болсын деген. Ол рас дүние. Енді ол бірақ ол мына заманға келген уақытта ешкім олайынан жүрген жоқ қой. Және менің де балағым төмен болатын болса, тобығымнан 2-3 сантиметр төмен болуы мүмкін. Туфлимен лайықты қылып кием. Қазір жастар байқасаңыз, ешқандай дінге қатысы жоқ. Ақ нәски киіп алып, балағын шамал осылайына биік қылады. Оның дінге қатысы жоқ. Мода ретінде жасап жүргендер бар. Енді мәселе балақта емес. Мәселе өзін білдіру. Біз сәләфиміз, біз уахабиміз. Біз деген сияқты да, сақалымен, тақиясымен. Мысалға, мына жерде біздің тақияларымыз біледі, қазақша тақия. Қазақша тақия кисең, нең кетіп баратыр? Кисе, міндетті түрде сол тор тақияны кию керек па? Міндетті түрде арабқа ұқсау керек па? Қазақ болып жүре берсе деймін да мен. Мәселе сода әдейі бөліну, әдейі ерекше болу, әдейі көзге түсу.